Бүгінгі дәрістің тақырыбы ұлы дала еліндегі жаңа тарихи сананы және дүниетанымды қалыптастыру саясаты деп аталады. Дәріс барысында тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ұлт тарихындағы ақтаңдақтарды жоюға бағытталған шаралар, Қазақстан Республикасы тәуелсіздік жағдайындағы қоғамдық сананың эволюциясы және жаңа құндылықтар жүйесінің қалыптасуы, үшіншісі қоғамдық сананың эволюциясының жаңа белестері деген сұрақтар қарастырылатын болады. Енді дәрістің мақсаты жалпы тәуелсіздікке дейінгі айтылмай келген, тіпті әртүрлі саяси себептерге байланысты айтуға тыйым салынған тарихи оқиғаларды, тарихи тұлғаларды ашу, насихаттау мақсатында жүргізілген мемлекеттің саясаты мен зиялы қауымның атқарған іс-шаралары, тарихи ғылыми еңбектер және олардың маңызына тоқтала отырып, жаңа тарихи дүниетанымды қалыптастыру болып саналады. Еліміз тәуелсіздік алған тұста елбасымыз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев біз өз тарихымызды өзгелер тұрмақ өзімізге де толық таныта алмай келе жатқан халықпыз. Зерттемесек, жазбасақ, жарияламасақ кім не деп таниды деген болатын. Кезінде тарихшыларымыз бір ауыз сөз айтуға бармайтын бүкіл кезең тарихи дәуір қайта қаралып, тарихтағы ақтаңдақтардың орны толтырылды. 1995 жылы президент жанындағы мемлекеттік саясат жөніндегі ұлттық кеңестің Қазақстанда тарихи сананы қалыптастыру тұжырымдамасы қабылданды. Содан кейін 1997 жылдардағы қоғамдық тарихи танымға 3 жыл арналды. Бұл 97 жылы қоғамдық келісім және саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы, 98 жыл халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы, 99 жыл ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы жылы деп тарихи танымға арналған жылдар болды. Бұл жылдардың мақсаты ел халқының дұрыс тарихи санасын тәрбиелеу болды. Осындай мақсаттарды шешу үшін Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 98 жылдан бастап Отан тарихы журналын шығара бастады. Қазақ тарихшылары Қытай, Иран, Мысыр, Ресей елдеріндегі мұрағаттардағы Қазақстан тарихына қатысты тарихи деректер, қолжазбалар, кітаптар жинау жұмысын бастады. Тек қана Қытай елінің өзінен қазақ тарихына қатысты 5500-дей тарихи деректер әкелінген болатын. Соның осы қоғамдық келісім және саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылдарына байланысты мысалға жарқын мысалы ретінде Алаш партиясы мен Алаш үкімет тарихына қатысты көптеген құнды ғылыми еңбектердің жарыққа шыққандығын айта аламыз. Ол жерде Күнбатыс Алашорданың жетекшілері болған қайраткерлері, көрнекті қайраткерлері Жаһанша мен Ғалия Досмұхамедовтер, Әлихан Бөкейхановтар туралы және олардың еңбектері жарыққа шыққан болатын. Енді осы тарихи танымға байланысты 3 жылдың қорытындысы іспеттес болған нәтижесі ретінде мысалға біз Назарбаевтың «Тарих толқынында» деп аталатын кітабын жарыққа шыққандығын айта аламыз. Бұл кітаптың қоғамды отарлық санадан арылту жолындағы үлкен рөл атқарды. Бұл кітабында еліміздің аумағында ертеден бері орын алған тарихи оқиғаларға баға берілген. Қазақстан аумағында орын алған барша тарихи оқиғаларға жеке-жеке тоқталған. Онда бір тұтастылық, көшпенділер өркениетінің өзгешелігі, көшпенділер социумы ерекше суреттелген. Қазақстанның Ресей империясы мен КСР құрамындағы дәуірі де жан-жақты зерттеліп жазылған. Осының ішінде ерекше тоқталғым келетіні бұл Алаш мұрасы және осы заман деп аталатын 4-ші бөлімі. Өйткені осы 20-шы ғасырдың басындағы Алаш идеясы қазіргі тәуелсіз Қазақстанның тәуелсіздік идеясымен де сәйкес келіп тұр. Қазақтың елдігі мен тұтастығын аңсаған Алаш қайраткерлерінің идеясы тәуелсіздіктен кейін іске асты. Ұлт болып ұйысып алдымызға қойған мақсаттарға жетуде қастерлі тәуелсіздіктің құны жолындағы құрбандарын ұмытпай, оларды үлгі ету арқылы күш қайратқа және рухани бірлікке ие бола аламыз. Бұл жылдардан кейін елімізде әртүрлі бағдарламалар, жобалар іске асырылды. Соның бірі 2004 жылдан басталған мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасын 2017 жылғы, 18 жылғы елбасының бағдарламалық мақалаларын айта аламыз. Мәдени мұра бағдарламасы ұзақ мерзімдерге созылғандығы белгілі және ол бағдарламаның мақсаты елдің тарихи мәдени мұрасын зерттеу, қалпына келтіру және сақтау,
тарихи мәдени дәстүрлерді қайтару, қазақтың салт дәстүрі мен әдет-ғұрыптарын жаңғырту, шет елде Қазақстанның мәдени мұрасын үгіттеу болып саналады. Бұл мәдени мұра бағдарламасы аясында атқарылған іс-шаралар өте көп. Соның ішінде тарих және мәдениеттің ескерткіштеріне реставрациялық жұмыстар жасалынды, қолданбалы археологиялық зерттеулер, ғылыми қолданбалы археологиялық зерттеулер жүргізілді. Маңызы бар тарихи мәдени ескерткіштердің тізімі қабылданды. Қытай, Түркия, Моңғолия, Жапония, Армения, ақш, Батыс Европа ғылыми зерттеу экспедициялар нәтижесінде 5000-нан астам құнды тарихқа, этнографияға, Қазақстан өнеріне байланысты архивтік құжаттар, қол жазбалар шығарылды. Қазақстанда бірнеше миллионнан астам тиражбен шығарылған кітаптар, томдықтар, сонымен қатар қазақтың дәстүрлі әндерінің мәңгілік сарын, қазақтың мың әні, мың күйі жинағы шығарылды. Дамаскідегі Сұлтан Аз-Захир Бейбарыс кесенесіне, Сұлтан Бейбарыс мешітіне Каирдегі реставрация жасалды. Әл-Фараби тарихи мәдени орталығы салынды, мысалға халықаралық деңгейде айтатын болсақ. Сонымен қатар қазақ фильмі киностудиясы әртүрлі көптеген деректі фильмдер, кинофильмдер түсірген болатын. Осы ұлттық мәдениеттің маңыздылығына байланысты солардың бірі мысалы мәдени мұра, Қорқыт күй тарихы, Жүсіп Ата кесенесі, Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне қатысты. Сонымен қатар Таңбалы тас сияқты көптеген деректі фильмдер түсірілді. Енді осы мәдени мұра бағдарламасының көрнекті мысалы ретінде Таңбалы тас видео деректі фильмін қарауды ұсынамын. В 120 километрах к северу от Алматы, на берегу реки Или, находится живописный каменный массив. Эти скалы носят название Тамгалы-Тас, популярное место среди альпинистов и любителей других видов активного отдыха. Название урочища Тамгалы-Тас буквально переводится «камни со знаками» или «расписанные камни». На местных скалах одно из самых крупных собраний петроглифов в Казахстане. Некоторым из этих рисунков 1000 лет. Петроглиф деген тасқа салынған мүсіндер. Принято считать, что самым древним петроглифом в мире около 40 тысяч лет. Это Верхний Палеолит. Изображения этого времени найдены, например, во Франции и Испании. В Казахстане большая часть петроглифов относится к бронзовому, железному векам и средневековью. Такие масштабные скопления петроглифов ученые называют древними каменными книгами. Изначальная функция этих наскальных росписей, петроглифов и писаниц – коммуникативное хранение и передача информации. Считается, что эти рисунки использовались для обучения молодежи, передачи информации будущим поколениям, а еще для обозначения территории владений. Центральная картина всей композиции уникальна. Это изображение Будды. Рядом зафиксированы 3 рисунка. В центре Бодхисаттва Авалокитешвара, воплощение бесконечного сострадания. Справа от него Будда Шакьямуни, легендарный основатель буддизма. Считается, что в одном из своих воплощений он носил имя принца Гаутамы. Третий – Будда Амитабха. Буддисты верят, что он принимает под свое покровительство всех вне зависимости от их происхождения или положения. Но как здесь появились эти гигантские рисунки? Согласно легенде, в X веке вдоль русла реки Или проходил караван буддистских монахов, которые несли свою религию в земли кочевников. Возле огромных скал они решили остановиться на отдых. В этот момент произошло землетрясение.
Огромная каменная глыба откололась от скалы и упала на землю. Монахи восприняли это как знак свыше. Они нанесли на камни изображение Будды и священные тексты, а затем развернули свой караван обратно в Индию. Более правдоподобные ученые считают другую версию. Когда-то эти земли принадлежали джунгарам. Объединить их разрозненные племена правители пытались единой религией. По поручению Далай-ламы в середине 17 века на территорию Семиречья пришел калмыцкий просветитель Зая-Пандит. По его указанию, возле поселений стали устанавливать символы новой религии. Там на скалах выбивали образы этих Будд, писали молитву «Ом мани падме хум» и строили монастыри, где хранились манускрипты, и эти центры превращались в центры распространения и укрепления буддизма. Осы уақытқа дейін еліміздің аумағынан табылып келген ұлы даланың жәдігерлері біздің бабаларымыздың өз заманындағы ең озық, ең үздік технологиялық жаңалықтарды игере білгендігін куәландырады. Бұл мәдени мұра бағдарламасының жалғасы ретінде 2013 жылы қабылданған халық тарих толқында бағдарламасында айтуға болады. Бұл бағдарламаның мақсаты Қазақстанда тарих ғылымының алдыңғы қатарлы әдістеме мен әдіснама арқасында сапалық секірісті жүзеге асыруына жағдай жасау, қазақ ұлттық тарихының көкжиегін кеңейту, ұлттық жаңа тарихи дүниетанымын қалыптастыру, сондай-ақ Қазақстанның жаңа тарихы, яғни тәуелсіздіктің тарихын жазу болатын. Осы бағдарламалардан кейін біз 2017 жылғы болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы туралы да айтпай кете алмаймыз. Өйткені бұл бағдарламада халықтың, ұлттың жаңа дүниетанымын, жаңа көзқарасын қалыптастыруда маңызы зор. Өйткені бұл бағдарламада санамыз ісімізден озып тұру үшін қандай болуымыз керек? Біріншіден, бәсекеге қабілетті болуымыз керек. Прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, білімнің салтанат құруы, Қазақстанның революциялық емес эволюциялық дамуы, сананың ашықтығы деген бағыттары арқылы айқын анықтап берді. Мысалы, бәсекелік қабілет деген бағытында қазіргі таңда дейді жеке адам ғана емес, тұтас халықтың өзі бәсекелік қабілетін арттырса ғана табысқа жете алады дейді. Бұрын мысалы біз қазба байлықтарымызбен бәсекелескен болсақ, өніммен бәсекелескен болсақ, енді тек қана болашақта біліммен бәсекелесе алатын боламыз. Бұл бағдарламаның 6 бағытымен қатар 6 жобасы бар. Осы жобалар аясында да атқарылып жатқан іс-шаралар өте көп. Мысалға латын әліпбиіне көшу, 100 жаңа оқулық, 100 жаңа есім, Қазақстанның киелі жерлер географиясы, туған жер сияқты жобалардың маңызы өте зор. 100 жаңа оқулық жобасы аясында жарық көрген гуманитарлық бағыттағы, экономика бағытындағы, кәсіпкерлікке байланысты, я болмаса жаңа тіл білімі саласындағы бағыттардағы шығарылған кітаптардың, қазіргі таңда аударылған кітаптардың барлығының маңызы зор болып саналады. Және 2018 жылғы Ұлы даланың 7 қыры деп аталатын елбасының мақаласы да осы жаңа дүниетанымды қалыптастырудағы маңызы зор. Ұлы дала халқы өз кезеңі үшін таптырмас материалдық құндылықтарды шығарумен бірге мәдениеттің озық үлгілерінде қалыптастырды. Атқа міну мәдениеті мысалға соның ішінде ең шоқтығы биік мәдениет болып саналады. Өйткені ең алғаш рет Қазақстан территориясында ат қолға үйретіле отырып, сонымен бірге аттың жаңағы әбзелдері ойланып табылып, адамзат өркениетінің дамуына өзіндік үлесін қосқан болатын. Міне осы бағдарламалардың, жобалардың жүзеге асуы, тарихи ғылыми еңбектердің толықтырылып, бұрын айтылмаған тарихи деректердің ашылып айналымға енуі, мемлекеттің қолдауымен халықтың, ғалымдарымыздың үлкен еңбегі арқасында қазіргі таңда жаңа дүниетанымды, жаңа сананы қалыптастыруға өз үлесін қосуда.